Қайырлы күн баршаға. Қазақша форматтағы Travorim компаниясының бүгінгі презентациясын бастаймыз. Қош келдіңіздер. Алдымен өзімді таныстырып кететін болсам, есімім Луиза Жанбекқызы, Алматы қаласынан боламын. Көп балалы аналардың қатарынанмын. Осы Travorim компаниясының тәуелсіз серіктесі болып келемін. Ендеше, мінекей, бүгінгі презентациямызды бастайық. Бүгінгі презентациямыз бұрыннан қатысып жүрген, бұрыннан келе жатқан серіктестеріміз үшін енді жаңалық болмаса да, бірақ құнды да берекелі ақпарат болсын. Ал енді жаңадан қосылып жатқан жандар болатын болса, бүгінгі презентациямыз бір керемет бір бастаманың бастау көзі болсын деп тілектеспін. Travorimмен бірге өз өміріңді өзгерт деп. Travorimмен бірге өз өміріңді өзгерт деп әдеттегіше осындай тақырыппенен презентациямызды бастаймыз. Енді алысқа бармай ақ қояйын. Менің өзімнің өмірім де осы Travorim компаниясы келгелі үлкен керемет өзгерістерге ұшырады. Менің отбасым үшін де үлкен өзгеріс болған болатын. Ендеше сіздерге де егер қазір өз өмірлеріңізге көңіліңіз толмай жүрсе, қазіргі деңгейлеріңізге, өмір сүру салтыңызға көңіліңіз толмай, ойдағыдай болмай жүрсе, Travorim компаниясы мінекей сіздердің өмірлеріңізді өзгертуге бірден бір себепкер бола алады. Travorim компаниясының аздап тарихына шолу жасай кетсек, Travorim компаниясының негізін қалаушы Дэвид Харт және жолдасы Адела Харт. Travorim компаниясы 2013 жылдан бастау алған болатын. 2019 жылы саяхатшылардың жабық клубына айналды. Осы 2019 жылдан бастап үлкен бір компанияда өзгерістер болып, өсу пайызы да жоғарылай бастайды. Соңғы 2 жылда миллиондаған сатылым бар, тұрақты өсу бар. 2024 жылы 20 мамырда осы Қазақстанда Алматы қаласында келген болатын. Қазақстанға келген және де ресми қағазы бар, кәдімгідей тұрақталған компания. 3 офисын атап кетуге болады. Басты кеңселерін Калифорния Темекулы қаласында басты кеңсесі болатын болса, Испанияның Мадрид қаласында екінші кеңсесі және Қазақстанның Алматы қаласында неге 3-ші кеңсесі. Осындай 3 басты кеңсесін атап өтуге болады. Егер сіз ұйықтап жатқанда ақша табудың жолын таппасаңыз, өміріңіздің соңына дейін жұмыс істеуге тура келеді дейді Уоррен Баффет деген әлем бойынша ең бай жандардың бірі. Әрине, осындай бай адамдардың немесе бір тәжірибесі бар, артында адамдарға өмір көрсетіп, із көрсетіп жүрген, үлгі болып жүрген жандардың өміріне қарап, айтқан сөздерінен үлгі алып жатамыз. Шынымен де егер демалып жүрсеңіз де, балаларыңызбен, отбасыңызбен айналысып жүргенде сондай керемет табыс тауып жүретін болсаңыз, ол дегеніміз шынымен жаңа Уоррен Баффет айтқандай керемет өмір сүріп жүрсіз дегім келеді. Ал егер ондай жағдайыңыз болмай жатса, таңертеңнен кешке дейін еңбектеніп, тіршілік жасап, айлыққа қарап отырсаңыз, айлық алғанда үйтемін, айлық алғанда бүйтемін деп, сол бір айлыққа қарап отыратын болсаңыз, онда сіздің жағдайыңыз енді шын айтсам, онша емес дегім келеді. Өміріңіздің онда шынымен де сол айлыққа қарап өміріңіздің соңына дейін жұмыс істеуге енді өкінішке орай тура келеді. Сондықтан да мынау Travorim компаниясының қазіргі бізге беріп жатқан мүмкіндіктерін пайдаланып, айлыққа қарамай күнделікті табыс көзін алыңыздар дегім келеді. Жалпы туризм индустриясы ол үлкен индустрия, кең сала, кең ауқымды сала дегім келеді. Осы туризммен айналыссаңыз, ол керемет жұмыс
керемет бизнеспен айналысып жүрсіз дегім келеді. Және Траворим компаниясының бірнеше қызметтерін атап өтуге болады. Алдарыңызда мінекей, ең бастысы қонақ үйлер, ең басты атқаратын қызметі қонақ үйлер. Және де одан да басқа курорттар, круиздар, автокөлікті жалға алу, саябақтар, турлар, белсенді демалыс және ойын сауықтар, осындай керемет қызметтерін атап өтуге болады. Ал енді Траворим дегеніміз не? Жалпы, артықшылықтары туралы айтатын болсақ, сіз компанияда туристік серіктес болып есептелесіз. Турагент деп айтады ғой, әр адам, әр серіктес турагент, туристік серіктессіз. Және осы платина пакетін алған серіктес үшін бір жылда сіз 2 рет демалыс алуға болады. Және де туристік ұпайларды жинақтап, сол ұпайлармен төлем жасап, сол ұпайларды жинақтауға да болады, саяхатқа баруға болады, демалуға болады. Және де басқа да турагент бағасымен салыстырған кезде біздің Траворим компаниясына 60%-ға дейін, немесе одан да көп пайызға дейін, 70-80%-ға дейін жеңілдіктер табуға болады бұл жерден. Және де 3% шығынды қайтаруға да болады. Сол 3%-дан сол пайыздарды жинақтап, оны да ақшаға айналдыруға болады, Және де бизнес жасау мүмкіндігі. Егер де сіз қай жерде отырсаңыз да, керемет қалада отырыңыз, ауылдық жерде отырыңыз, ол деген маңызды емес. Ең бастысы, ұялы телефоныңыз немесе ноутбугыңыз болса болғаны, 24/7 жұмыс жасауға болады. Сіз бизнестесіз дегенді білдіреді. Бұл жерде және Траворим компаниясында бірнеше платформаларды айтуға болады. Ең алғашқысы мінекей туристік сайт, travel сайт, Бұл жерде басқа да турагенттердің бағасына қарағанда анағұрлым жеңіл, 60%-ға дейін, кейде одан да көп пайызға дейін жеңілдіктер бар. 2 миллионнан астам қонақ үй бар деп жазылып тұр. Қазіргі таңда 3 миллионнан астам солай көбейіп кетті. Және де бірнеше бөлімдері бар бұл сайтта. Қонақ үйлер, белсенді демалыс, автокөлікті жалға алу, круиздер, ойын сауықтар, осылай керемет бөлімдер де бар. Яғни осы сайт арқылы мынандай керемет демалыс жасауға болады. Қонақ үйлерді жеңілдікпен алуға болады, круиздерді жасауға болады. Шетелге шығып жатсаңыздар, сізге автокөлік керек болатын болса, осы сайт арқылы автокөлікті де жалға алуға болады. Және де бала шағаңызбен шығып жатсаңыз, ойын сауықтарында осы сайт арқылы жеңілдікпен қарастыруға болады екен. Мінекей мысал келтіріп тұр. Мына жерде бір мысал келтіріп кетейін. Біздің Траворим компаниясында мына жерде Сан-Диегоға бағасы 1923 болатын болса доллар. Ал енді Expedia деген сайттан 5047. Бұл енді бір ғана мысал келтіріп тұр, компанияның келтірген мысалы ғой. Ал енді өздеріңіз қарап тексеріп қарасаңыздар да болады. Біз енді Booking сайт қой, біздің көбінесе қарайтынымыз, Booking сайтпенді қараймыз, сонда бағалардың айырмашылықтарын өздеріңізде көресіздер. Және де осы travel сайттан 3%-ды шығынды қайтаруға да болады. Яғни кэшбэк деп жатамыз ғой, сол шығынды қайтарып, үнемдеп, табыстарыңызды мынау проценттер көбейіп, оны да пайдаға асыруға болады екен. Келесі платформа Getaways платформасы, яғни армандағы платформа, керемет платформалардың бірі. Бұл жерде ұпайларыңызды жинақтап, сол ұпайларыңызбен төлем жасауға болады. 2000-нан астам курорттар бар. Мәселен, Канар аралына, Испанияда, 8 күн 7 түн керемет студиясы бар. Негізгі бағасы 899 болатын болса, Траворимнің бағасымен ұпаймен төлем жасап, қалтаңыздан небәрі $7 ғана салық ретінде төлем жасай аласыз. Бұл апартаменты дейді ғой, Getaways'те. Апартаменты, резорттар деп жатады, көп бөлмелі қонақ үйлер, кухня студиясы бар, 2 жатын мүмкін бөлмесі болуы мүмкін. Сол секілді көп бөлмелі, немесе коттедж үйлер, виллалар, егер топпен баруға болады. Яғни жинақталып, үлкен отбасы болсаңыз,
бала шағаңызбен, ата әжесімен солай бір керемет шетелге барып, керемет бір демалыс ұйымдастырғыларыңыз келсе, бір туған күн жасағыларыңыз келсе, иә, керемет бір мереке жасағыңыз келсе, осы гетуейзбен, топпен, бір аккаунттан топпен осылай жиналып баруға болады екен. Олай да болады. Солай керемет, немесе жолдастар жиналып, солай достар жиналып, осылай гетуейз платформасы арқылы демалыс жасауға болады. Мінекей бағаларын көріп отырсыздар өздеріңізде. Келесі платформа World Tours платформасы, яғни әлемдік саяхаттар. Әлемдік саяхаттар. Бұл жерде ерекшелігі сол ұпайларды жинақтап, белгілі бір турлар, яғни баратын күні, қайтатын күні белгілі, өзіңіздің демалысыңызға шақтап келтіріп, осы турлардан демалыс жасауға болады. Иә, мысалы қарап отырсаңыздар, Дубайға 6 күн 7 түн, иә, негізгі бағасы $902 болады екен. Ал енді Travorumның бағасымен оны ұпаймен төлейсіз да, қалтаңыздан салық ретінде $49 ғана төлем жасайсыз. Бұл бір адамға емес, бұл 2 адамнан басталады. Мүмкін қосымша баланы да қосуға болады. Бұл әр тур әртүрлі. Мүмкін 3 адам кіруі мүмкін, бір алған турға, иә. Солай да мүмкін 2 адамнан басталады енді. Осындай керемет тур жасауға болады. Мен өзім қатты жақсы көремін осы World Tours, өйткені бірнеше турларына өзіміз отбасымызбен, жолдасыммен барған болатынмын. Өте бір керемет, ыңғайлы деп айтуға болады. Мына жерде қарап отырсаңыздар, Таиландқа да, Испанияға да баруға болады. Каолака, иә, осы жаққа біз де барғанбыз. Таиландқа қалтамыздан небәрі 129 бенен 5 күн 4 түн, мінекей қарап отырсаңыздар, негізгі бағасы $1037 болатын болса, Travorumның бағасыменен жаңа ұпайларыңызбен, жинақтаған ұпайларыңызбен төлем жасайсыз да, қалтаңыздан небәрі $129 салық ретінде төлейсіз. Мінекей өте ыңғайлы. Тағы да мінекей қазіргі таңда көптеген турлар қосылып жатыр, иә. Соның ішінде мінекей Прагаға да баруға болады. Негізгі бағасы $999 болатын болса, оны ұпаймен төлеп, қалтаңыздан $99 ғана жасайсыз екенсіздер. Бурабайға да баруға болады. Бурабайға біз былтыр барған болатынбыз. Жаңа Дубайға да біз былтыр барған болатынбыз. Таиландқа да бардық, Бурабайға да бардық. Шыны керек, енді ұятта болса айтайын, осы уақытқа дейін Бурабайға, Қазақстанда тұрсақ та, Бурабайға барып көрмеппіз. Осы Travorumды күтіп жүр екенбіз ғой деп айтып қоям қалжыңдап. Осы Travorumмен бірге бардық. Travorум арқылы бардық Бурабайға. Керемет, Риксоста керемет демалыс жасаған болатын. Қазір басқа отель, бірақ сол Риксостан кем емес екен. Бұл отель де өте керемет дейді. Негізгі бағасы $1190 болатын болса, ал Travorumның бағасымен жаңа ұпаймен төлейсіз да, осы ұпаймен төлем жасап, қалтаңыздан $299 төлем жасап, керемет демалыс жасауға болады. Батуми, Грузияға да солай. Негізгі бағасы $1407 болатын болса, ұпаймен төлейсіз да, ал қалтаңыздан $359 ғана төлем жасайсыз. Осындай турлар арқылы керемет демалыс жасауға болады. Ал енді осындай платформаларды қалай пайдаланамыз, қалай демаламыз, қалай ұпайлар жинақтаймыз деген сұрақ туындайды, иә. Оған мінекей компания бізге 3 түрлі пакетті ұсынып отыр. Қалай осы компанияның серіктесі бола аламыз дейтін болсаңыздар, 3 түрлі пакет. Ең алғашқы мінекей күміс пакет, одан кейін ортаншы титан пакеті, платина пакеті. Күміс пакет дейін $69-95 кіресіздер. Осы жазыласыздар осы пакет арқылы. Және бұл жерде енді ең төменгі болғандықтан күміс пакетте көп емес платформалардың, бірақ платформалары бар, жеңілдікпен, жаңа travel сайт қана бар, оның өзінде 50%-ға дейінгі ғана жеңілдіктер беріледі. Енді бағасына сәйкес бұл да, иә, айына 52-50 жинақталады. Бұл жерде ұпай жоқ, ұпай жинақтай алмайсыздар. Сондықтан да біз бұл пакетті енді тиімді деп айта алмаймыз, ешкім нете алмаймыз, енді ұсына алмаймыз да, ең керемет пакет деп. Ортаңғы пакет мінекей титан пакеті. Титан пакетінің негізгі құны $149-95. Бұл жерде де енді 50%-ға дейін жеңілдіктер, бірақ барлық платформалар бар, бірақ ұпай жинауы ұзақ, өте ұпай жинаған ұзақ. Бұл жерде бұл пакеттің бір кемшілігі деп айтайын ба, кемшілігі емес па, мүмкін бір носы деп айтайыншы, иә.
кавычканың ішінде, тырнақшаның ішінде. Енді осындай айына $75 төлем жасалады, айына 150 саяхаттайтын ұпай беріледі екен оған. Бірақ өте жаңа айтқандай ұпай жинау процесі өте ұзақ. Егер көбірек демалыс жасағыларыңыз келсе, онда бұл пакетті емес, онда платина пакетіне жазылған дұрыс. Платина пакеті, мен айтам енді, ылғи да айтам, осы презентация болған сайын айтам, бұл керемет VIP пакет. Өзім айтқандай, VIP пакет, VIP адамдар, VIP серіктестер жина алатын, жазылатын пакет деп айтам. Бір рет $269.95 осы пакет арқылы, платина пакет арқылы жазыла аласыздар. Барлық ішінде платформалар бар, 80%-ға дейін жеңілдіктермен саяхаттап демалуға болады бұл жерде. Және де айына $135 өз саяхатыңыз үшін жинақтап отырасыз. $135-ға сізге 270 travel балл, travel ұпай береді. Енді бұл жерде енді ешқандай сізден кем қалмайсыз. $135 өзіңіздің саяхатыңыз үшін жинақтайсыз. Оған сізге 135-ке 135 қосқанда 270 қой. 270 балды ұпайды сізге өзіңізге қайтарып, солай жинақталынады ай сайын. Ары қарай кеттік. Енді бұл жерде серіктестік деген бар, иә. Егер сіз компанияға келіп, ары қарай серіктес болғыңыз келіп жатса, ары қарай мынау бизнес қалай жасау керек, бизнес жасағыңыз келіп жатса, әрине, онда серіктестікпен келісім болған дұрыс. Яғни жыл сайын $99.95 серіктестіктің құны, мінекей, төлем жасайсыз. Сіз серіктес болғанның бір жақсы жері, бұл жерде сізде өзіңіздің жеке кабинетіңіз болады, бэк-офис дейді ғой, иә. Ол жерде маркетингтік видеолар, оқулар, сабақтар, дайын бизнес сізге барлығын көрсетіп береді. Бүкіл платформалар бар, иә, барлығы көрініп тұрады. Ол жаңа өзіңіздің кабинетіңізге, оған ешкім кіре алмайды, ешкімге доступ жоқ, тек қана өзіңіз ғана кіре аласыз. Яғни ештеңе ойлап қажеті жоқ, бірдеңені ойдан шығарып қажеті жоқ. Дайын бизнес, иә, под ключ деп жатады орысша айтқанда, иә, дайын бизнес, сол бизнесті ары қарай дамытып, жалғастырып кетуге болады. Мінекей осындай керемет бизнес жасауға болады. Ал енді тағы да бір қуантып қояйын. Сіз қалтаңыздан, жаңа платина пакетіне жазылсаңыз, мысалы, сіз қалтаңыздан ай сайын $135 төлейсіз деп айттым ғой. Енді төлемеуге де мүмкіндік бар, иә? Яғни ұпайларды тегін жинақтауға да мүмкіндік беріп отыр компания бізге. Яғни сіз осы ақпаратпен Travelерм компаниясы туралы өзіңізден кейін 3 адаммен бөліссеңіз, 3 адамды компанияға алып келсеңіз өзіңіз, онда сіз $135 сіз емес, компания сіз үшін жинақтайды. Күн сайын сізге $4.45 төлем жасайды. $4.45-ыңыз бір айда мінекей $135 құрайды, иә. Бір айда 30-31 күн бар дейтін болса, сол шамамен 135 шығады. 135-ті компания алады да сізге 270 саяхаттайтын ұпайды береді. Келесі айда тағы солай, келесі айда тағы солай, тағы солай. Яғни сізге компания өзі жинақтап береді. Ай сайын 3 адамды тіркеудің қажеті жоқ. Сол бастапқыдағы 3 адамдарыңыз сол жетеді. Тек қана сол 3 адамыңыз, 3 серіктесіңіз белсенді болса болғаны. Неге осындай керемет мүмкіндігі бар екен. Ал енді компанияның бизнес жоспары туралы не айтуға болады? Батыл қадам жасада мол табысқа жеткің келеді. Яғни сіз қазіргі күні шешім қабылдап, тез шешім қабылдап, батыл қадам жасай алсаңыз, сізге мол табысқа жетуге керемет мүмкіндік те бар екен. Осы платина несі пакеті бойынша тіркелгеннен кейін ары қарай керемет статустарға да шығуға болады. Әр статус сізге табыс көзіңізді молайтып береді. Және осы жаңағы айттым ғой, 3 адаммен бөлісесіз дедім, 3 адаммен, мінекей қарап отырсаңыздар жазылып тұр. 3 адаммен бөліскеннен кейін күн сайын $4.45 төлем жасайды компания. $4.45-ыңыз бір айда $135 болады. Сол 135-ті алады да сізге 270 travel ұпайын беріп отырады, иә. Осыдан бастап сіз тегін мүшелік аласыз, яғни тегін сізге ұпай жинақтап береді компания. Және де осыдан бастап сіз 3-ші адамды тіркегеннен кейін сіз платина директор деген алғашқы статусқа шығасыз. Яғни ары қарай сізге бизнес жасауға жол ашылады.
Ары қарай мінекей жаңағы айтқандай әр статусқа шыққан сайын сіздің табыс көзіңіз де молая түседі. Мінекей жаңағы платина директорынан кейінгі статус бір жұлдызды директор. Мінекей қарап отырсаңыздар, бір жұлдызды директор тұсында күнделікті алатын төлемақыңыз алатыныңыз $10 болады. Айына 300-700 доллар көлемінде сіздің табыс көзге шығады. Мінекей мына жерде жазылып тұр, оң жағыңызда 8 серіктес, сол жағыңызда 8 серіктес. Бұлардың барлығы сіздің серіктесте, сіздің жинаған, сіздің шақырған адамдарыңыз емес, яғни барлық команданың жұмысты. Жаңағы бастапқыдағы сіздің 3 адамыңыздан бастау алып тұр ғой. Сол сіздің жеке өзіңіздің шақырған адамыңыз бұл жерде 4 адам болуы қажет. Жаңа бастапқыда 3 адам, тағы бір адам қостыңыз, сонда 4 адам. Ал қалғандары сіздің командаңыздың жинақталған адамдары. Сіздің үстіңіздегі сізді шақырған спонсорлардың да адамдары болуы мүмкін, яғни сіздің командаңыз. Екіншісін қарасаңыздар, 2 жұлдызды директор, күн сайынғы мінекей сізге төленетін төлемақы $25, айына $750-2 көлемінде керемет осындай айлық табыс табуға болады екен. Үшінші қарасаңыздар, 3 жұлдызды директор, 3 жұлдызды директор тұсында күн сайын сізге $70 төлем жасайды, айына 2100-3000 көлемінде осылай табыс табуға болады. 4 жұлдызды директор тұсында күн сайын, ойлаңыздар, күн сайын $100, кәдімгідей $100 түсіп отырады карточкаңызға. Айына 3100-4000 көлемінде айлық шығады сонда. Қарап отырсаңыздар, бұл деген менің ойымша керемет. Енді мынау схемаға қараңыздар, жаңа жерде мен тізбектеп айтқан жоқпын, мінекей жазылып тұр. Өзіңіздің жеке адамыңыз қанша болуы шарт деген сияқты. Мінекей платиновый директор тұсында 3 адам, жеке өзіңіздің серіктесіңіз. Одан кейінгі 1 жұлдыз тұсында 4 адам, 2 жұлдыз тұсында 5 адам, 3 жұлдыз тұсында өзіңіздікі 7 адам, ал қалған командаңызда оң жағыңызда 63, сол жағыңызда 63, мінекей скрин жасап алсаңыздар болады. Одан кейінгісі 4 жұлдызды директор, өзіңіздікі 8 адам, ал қалған оң жағыңызда 125, сол жағыңызда 125 адам, ол командалық адамдар. Осының ішінде 8-і сіздікі. Алатын айлығыңыз $100, жаңағы айтып кеткендей, айына күн сайын $100, айына 3100-3500 көлемінде осындай төлемақы алуға болады. Енді қызылмен жазылған амбассадор деген керемет статусты көріп отырсыз. Жалпы өзіңіздің жеке личник деп айтады ғой, жеке адамыңыз 9 адам болуы шарт. Оң жағыңызда, сол жағыңызда 180, оң жағыңызда 188, сол жағыңызда 188 адам болуы шарт. Осының ішінде 9-і сіздікі, ал қалғаны ол командаңыздың жалпы командалық жұмыс. Командаңыздан, спонсорларыңыздан жинақталған серіктестер. Күн сайын $140 компания төлейді сізге, айына $4340 немесе $10460 көлемінде осындай керемет табыс көзін алуға болады. Және де мына жерде көріп отырсыздар, классикадан да түсетін жаңа бинар, бұл жерде енді бинар және классика ғой, гибрид системасы. Жаңағы бинар жөнінде болатын болса, мінекей мына жерде классикадан да түсетін бонустарыңыз бар. Осындай керемет. Енді амбассадор туралы айтатын болсам, амбассадор статусында мінекей жаңағы айтып өткендей, сол жағыңызда 188, оң жағыңызда 188 командалық, сіздікі 9 адам, күн сайын $140 аласыздар, $4200-12000 дейін, тіпті $12000 дейін алатын адамдар бар, серіктестер. Осындай керемет табыс көзін шығуға болады, табыс көзіне шығуға болады. Және де амбассадорлардың өмір салты ерекше деп айтқым келеді. Амбассадорларға Луи Виттоннан сыйлық жасайды, Луи Виттон брендінен. Және де 3 жұлдызды амбассадор тұсында мынандай Омега брендінен керемет сағатты да сыйлыққа тартады екен. Мінекей амбассадорлардың да ары қарай амбассадормен шектеліп қалмайды. 1 жұлдызды амбассадор, 2 жұлдызды амбассадор, осылай кете береді. 5 жұлдызды амбассадор. Қазіргі таңда енді біздің Қазақстанда 20 амбассадор болатын болса, 3 жұлдызды амбассадор да бар, 2 жұлдызды амбассадор, 1 жұлдызды амбассадор да бар. Енді осы жалпы Travolum компаниясында 5 жұлдызды амбассадор, ол Тодд Стрэнд, Джина Стрэнд деген кісілер. Ол кісілерді де танып біліп қалдық.
Мінекей жаңағы айтқандай амбассадорларға деген құрметі компанияның өте ерекше. Мына жерде қарап отырсаңыздар, Луи Виттон брендінен керемет сыйлық жасайды. Қолыңызға $3000 бар сертификат сыйлайды. Сол сертификатпен Луи Виттонға бар апарады. Ішінде керемет сізге құрмет көрсетеді, фуршет жасайды, керемет құрмет жасап көрсетіп, құттықтап, жаңа сертификатты табыстайды. Ол кезде енді сырттан ешкімді кіргізбейді. Сіздерді ғана осы Траворим компаниясының жаңағы серіктес амбассадорларын ғана кіргізіп, керемет құрмет жасайды. Мінекей мына жерде фотосурет біздің былтырғы алған сөмкемізбен бақтан басымыз айналып тұрған фотосурет қарап отырсаңыздар, иә. Жалпы мінекей Қазақстаннан. Енді және де тағы да бір сый-сияпат, ол амбассадорларға жылына компания есебінен демалыс ұсынады. Ұшағы да, экскурсиялар, ойын-сауықтар барлығын компания өзі көтереді. Енді біз биыл бардық осы Пхукет қаласына, отель Хаят Редженсида. Керемет бізді күтіп, керемет 3 мезгіл тамақ болды. Мен айтам, 3 мезгіл тамақ деген өте бір шынымен де мен үшін қиын екен деп. Білмеймін, енді мен үшін 3 мезгіл тамақ ол да қиын екен. Тамақ ішіп, әрине мынандай керемет, енді айтып қояйын, таңғы асымызды ішеміз да, түскі асты мен Амангелдіге айтам, жолдасыма, түскі асты ішпей ақ қояйықшы, кешке жақын ғана барайықшы деп. Енді түс кезінде, енді жұрт барып жатқан кезде, басқа да амбассадорлар барып жатқан кезде біздің де барғымыз келіп кетеді. Ал жарайды, барып құр ғана бір кесе шай ішіп, немесе бір кішкене ғана дәмін татып қайтайық деп айтамыз да, барамыз да, анау керемет дастархан, керемет нені көрген кезде тағамдарды, ой жарайды, енді бір демалыс қой деп сөйтіп демалыс күнде келіп жатқан жоқпыз ғой деп сөйтіп айтамыз да, сонымен 3 мезгіл тамақпенен шыныменен де қиын екен деп қоям. Ол да бір енді керемет Траворим компаниясының көрсетіп жатқан құрметі, сый-сияпаты деп білеміз. Әрине алғысымыз шексіз компанияға деген. Мінекей биылғы амбассадорлардың Луи Виттон брендінен алған сый-сияпаттары. Бұл жерде енді ішінде Мира ханым мен Салтанат ханым бізден Қазақстаннан, иә, және Қазақстаннан барған амбассадорлар. Мына жерде фотосуреттер. Мына жерде Майте, испан қызы Майте деген қызбенен фотосурет. Бұл қыздың енді тарихы мен ылғи да презентация сайын айтамын, енді мотивация болсын деп айтамын. Мен үшін үлкен мотивация болды. Бұл қыздың өмірі жалпы Траворимға келгеніне 5 жыл болыпты. Осы 5-ші жыл амбассадор статусына жетіп, керемет сыйлыққа бұл қызда иеленіпті. Енді 2 жыл болған кезде, бұл қыздың жаңа тарихын айтып кетсем, 2 жыл Траворимда болған кезде жетақ командасында 7 адам болыпты. Сонда да ешқандай қайтпай, мен айтып жатырмын ғой, мен болсам баяғыда мүмкін кетіп қалар ма едім деп ойлап қоям. Енді шынымен де біз деген енді пендеміз бе білмеймін, енді бір жарты жыл қолымыздан келмей нетіп жатсақ, енді шаршап қалып жатамыз ғой, немесе шығып кетіп жатамыз, иә, ой деп. Бірақ мына қыздың енді тағдыры, мынау компанияда келіп жасап жатқан ізі мен үшін бір мотивация болды. Ешқандай қайтпай, қайсарлықпенен мақсат құрып, 5 жылда керемет статусқа мінекей жеткен екен. Сонда айтатыным, ешқандай шаршамаңыздар, талмаңыздар. Егер мақсат қойдыңыздар ма, сол мақсатқа қарай тіке жүре беріңіздер. Өзі Алла тағала да берерінің алдында сынап алады дейді ғой. Сондай керемет бұл мүмкіндік. Бүгін жетпесеңіз, ертеңгі күні міндетті түрде амбассадорға жетесіз деп айтқым келеді. Қазіргі таңда жыл сайын, тіпті ай сайын жаңа клиенттердің саны артып келе жатыр. Мінекей қарап отырсаңыздар, мына жерде жазылып тұрғанда 2024 жылы жаңа клиенттердің саны 25 мыңнан артық асты дейді. Енді мінекей 25-ші жыл бұдан да асып кетті. Күн сайын қосылуда, күн сайын серіктестердің саны артып келе жатыр. Мінекей қарап отырсаңыздар, әр баспалдақ сізге, әр статус, жаңа айттым ғой, табыс көзіңізді көбейтеді, және де табыс көзіңізді ғана емес, сіздің өміріңізді өзгертеді. Әр статусқа жеткен сайын өзіңіздің жаңа қырыңыздан тани бастайсыз. Табысыңыз молаяды, жаңа орта. Жалпы адам өз өмірін өзгерту үшін не істеу керек, иә? Ортаны өзгерту керек деп айтамын, иә? Орта, жаңа адамдармен танысып, жақсы жетістікке жеткен адамдармен араласу керек. Сол кезде олардың да энергиясы тартыла бастайды. Мынау зумдарға кіру керек. Әр зум, мен өзі бастапқыда да солай, қазір
күнде де солай ешқандай зумды өткізіп алмайын деп қарап отырам. Бірінен болмаса екіншінен бір жаңалық естіп қалам. Иә, ол жаңалықты естіген кезде шынымен өзіме де пайдалануға тырысамын. Мына жаңалықты мен кеше естіген жоқпын, бүгін естіп отырмын деген сияқты өзіме де бір жаңалық ашқандай болып жатамын. Иә, әр статусқа шыққан сайын жаңағы айтқандай ортаңыз өзгереді, табыс көзіңіз молая түседі. Табысымыз молая түссе, әрине біздің өмір сүру салтымыз да өзгере бастайды. Иә, неге осындай қажеттіліктеріміз де өзгере бастайды. Және де мынау ең үлкен мінекей керемет статусқа шыққан кезде сіз өзіңіздің жаңа нұсқаңызбен танысасыз. Жаңа нұсқаңызбен өзіңіз танысып біліп жатасыз. Иә, менің ойымша ол нұсқаңыз сізге ұнайды деп ойлаймын. Осылай керемет өзіңізге мақсат қойыңыз да осындай жаңа нұсқаммен өзіңіздің жаңа өзіңізбен кездесемін деп ойлаңыз да соған қарай жүре беріңіз деп айтқым келеді. Бүгін жетпесеңіз, ертең жетесіз, ертең жетпесеңіз, арғы күні жетесіз. Қайтпас қайсарлықпен осылай жүре берсеңіз, бір күні жетесіздер. Ол енді шындық. Мінекей әне міне деп презентациямыздың соңына да келдік. Егер осы ақпараттар сізге көңіліңізден шығып жатса, сізді шақырған партнерменен адаммен кездесіп, тез арада жылдам түрде тіркеліп алыңыз деп айтқым келеді. Сізбен бүгінгі ақпаратты таныстырған мен Луиза Жанбекқызы. Көңіл бөліп, алтын уақыттарыңызды бөлгендеріңіз үшін сіздерге көп рахмет. Қазір енді мен микрофонды қалай қосатын еді? Микрофонды қосып жіберейін. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, пікірлеріңіз болса білдіре отырыңыздар. Қазір микрофонды қосайық.